Қабанбай Батыр ауылында 1300-ден астам оқушы бар. Олар екі мектеп корпусында оқып жатыр. Олар біріншісі 270 орындық, екіншісі 250 орындық. Қолайсыздықтар туғызып жатыр. Бұл оқушылар бірінші ауысымда және екінші ауысымда оқиды. Сондықтан да бұл енді 65-ші жылы салынған мектеп. Жайлы мектеп әрине, бұл қанша оқушылардың арманы, қанша осы халықтың арманы. Барлық жағдай жасалынған оқушылар үшін. Жаңа модификацияда кабинеттер, барлық оқу кабинеттері керек жарақ компьютермен, стенд панельдермен, принтер қондырғылармен, басқа да керек жарақ құралдармен жабдықталған. Мектепте жалпы барлық оқушыларға енді тең жағдай жасалынған. Инклюзивті балаларға. Менің аты-жөнім Ақсәуле Көмекқызы, бастауыш сынып мұғалімі боламын. Қабанбай Батыр ауылында жаңадан ашылып жатқан мектеп-лицейге біз ауысып жатырмыз. Лицейді аралап кабинеттерді қабылдадық. Кабинеттер өте жарық, жылы, барлық технологиялар құрылған. Бұйырса бастауыш сынып оқушыларының жақсы білім алуына барлық жағдай жасалған. Бастауыш сынып оқушыларына арналған бөлек спорт зал, асхана, барлығы жабдықталған, кең жарық бөлмелер. Балалар бөлек блоктарда сыныптар орналасқан, яғни жоғары сыныптармен мектепке кіруде, шығуда, киіну жағында ешқандай қиындық болмайды.